шынымды айтсам барғым да келмеді, көргім де келмеді шынымды айтсам. Соншама көңілім қалғаны. Бізге сөйтіп құйып салған миымызға, мыналар мүлде ұтылмайды, белглаз ұтылмайды, Хадарс ұтылмайды. Қалай жарыстың кезінде мысалы министрлер шіреніп алып келеді. Не болды? Медаль қашан болады? Неге ұтылып жатсыңдар деп сұрайды. Ей көке, жарысқа бір жыл қалған кезде келіп сұрамайсың ба? Не керек екен? Оны сіздер бөлінген қаржы оған жетті ма, жеткен жоқ? Оны кім дедіңіз? Кім зерттеп жатыр оны? Қазақстанның еркін күресін тарихын сыйласашы сен. Тарихын білмейді екенсің сен. Таңдау аспан кетіп қалады. Сөйлегісіз келмейді. Чап-час кесеге мұрын боқтар мысалы. Былайша айтқанда шын айтқанда. Бұл не деген масқара? Сол жұмыста мысалы спорттың айналымын айтып отырмын. Басқасын айтпай-ақ қоймын. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін Берен бағдарламасының келесі шығарылымы. Біздің қонақта Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, еркін күрестің хас шебері Ислам Байрамуков. Ислам мырза, қош келдіңіз біздің эфирға. Ассалаумағалейкум. Ислам Ильясұлы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданында қарап отырсақ 4-1 Олимпиада ойындарында жеңіс тұғырына көтерілген саңлақтар шыққан екен. Ермахан Ибраимов, Елдос Сметов, Ақжүрек Таңатаров және сіз. Сонда Құлан өңірінің топырағы құнарлы болғаны ма? Әрине, өте қасиетті жер. Оған қоса абсентті қоссаңыз да болады. Біздің сайылымыз таза асыл ақалтеке тұқымынан шыққан. 60 жылы Рим қаласында өткен Олимпиада ойындарының жеңімпазы. Одан кейін 64 жылы Токиода өткен Олимпиада ойындарына күміс медаль. Одан кейін 1968 жылы Мехикода командалық есеп бойынша қола медальға ие болған. Сөйтсе 3 дүркін Олимпиада жүлдегері екен. Абсент. Сонда 5 болып тұрған. 5 болып тұр. Оған қоса Кличко ағайындар келіп біздің ауылда тұрған екен. Бізде әскери не бар ғой, бізде 2 әскери нелер бар, бөлімшелер. Сондықтан әкелдер олар сонда әскери міндет атқарып жүрген кісі екен. Осы кішкентай кезде осы бас сыныптарда оқыған екен біздің ауылда. Гагарин атында бір мектеп болған екен, сол кезде оқыған олар. Оның дәлелі ол 2015-те бізде әлем чемпионаты өтті бокстан. Содан кейін олар құрметті қонақ ретінде болып, осында барып сол ауылда барып, сол үйлерін аралап, көшелерін аралап қайтқан болады. Сол кезде айтқан болады, неге біздің ауылымызда осы Ермахан атынан мектеп бар, менің атынан мектеп бар, сол Кличколардың атынан бір мектеп ашу керек та, бүкіл әлем көзқарасы несі көңілін аударатын еді. Сол бокс дамуына қандай бір не болатын да, себеп болатын еді. Осыған дейін эфирден сіздің 2-1 жерлесіңіз болған екен. Ермахан Ибраимов болды, Ақжүрек Таңатаров болды. Олармен біраз әңгіме дүкен құрдық. Сол кезде оларда осындай биікке, осындай белестерді бағындыру үшін қанша азапты күндер, ұйқысыз түндерде түскен айтқан болатын. Сіздің де жолыңыз даңғыл болмаған шығар. Енді әрине, сонымен керемет қой спорттың жолы. Бірден оңай болмайды. Мысалы, теледидарын көріп жатқан бәрі керемет, жақсы, жеңісті орда жүреді. Бірақ оның ар жағында не болып жатқан, қандай дайындық барысында қандай қиыншылықтар бар спортшылар. Оның бәрі өз басынан кешкеннен кейін бәрін айтып отырмыз ғой. Сондықтан сіздің алдында кейіпкерлеріңіз де тура сол өмір баяндарын айтқан мен көрдім, керемет. Сіздің осы еркін күреске еліктеуіңізге не себеп болды, қандай бір жағдай болды, теледидардан біреулерге сүйсіндіңіз бе, әлде ата-анаңыз алып келді ме? Енді біз енді ауылда өскеннен кейін ылғи айтам, ауылда сол енді кішкентай кезімде мен осы күреске, боксқа қызығушылығым өте керемет болатын. Өйткені кішкентай кезімізде енді бәріңіз білесіздер, енді әрбір адамға бір үлгі керек, бір бағыт керек, бір мақсат керек. Сондықтан сол кезде бір не болғаны есімде қалғаны, сол кезде сөйтсем, сол күні күндіз үйде бүкіл көршілер жиналып, теледидардың алдында ненің бір сөйтсем Мәскеуде өтіп жатқан Олимпиаданың ашылу салтанаты болып отыр екен. Сол кезде бізді балам сол кезде қастарынып бірінші, екінші сынып оқитын балам сол кезде қызығып, сол кезде спортқа деген қызығушылық сол жерде басталды. Сол еркін күрес, боксты көріп, әсіресе боксқа қатты қызығатынмын мен кішкентай кезімде. Сол бокс, сол бізді бүкіл әлемге әйгілі бізді Серік Қонақбаев ағамызды сол елдің бәрі соны күтіп отыратын. Серік қашан шығады деп. Сондықтан содан басталды спортқа деген қызығушылық. Сол кезде кішкентай кезімде соншама сол марапаттау салтанатын көрсетеді ғой. Сол кезде орталықта барған кезде кішкентай киоскілер болатын еді ғой. Ол жерде неше түрлі медальон, орден медальондар сатылады. Сөйтсе Лениннің басын сатылады да, соны аламын да, несін басын жұлып аламын да, өзіме бір несін тағып, өзіме сондай елестеп, сондай өзіме бір марапаттау жасайды едім кішкентай кезімде. Осындай қандай керемет екен, соның басына есімде әлі Лениннің басымен сондай бір медаль жасап өзіме тағатын
сондай болды, сондай өтті бала кезімізден. Содан басталды. Сол кезде енді бар болғаны бізде ауылда күрес, содан кейін бізде көршілес біздің менің бірінші жаттықтырушым Серік Нұрмабетов деген кісі, ол кісі марқұм болып кетті, бірақ еңбек сіңірген спорт жаттықтырушы Қазақстан Республиканың. Ол кісі сол кісіден басталды. Ол ылғи ауылда енді олар үлкендеу болды бізден, олар ылғи сол футбол ойнатады, қыстың күні хоккей ойнаймыз, жаздың күні эстафета жүгіртеді балалар, көшеде жүрген балалар. Сондай өмірге салауатты насихат көп жақсы болды біздің неде, өңірде. Сондықтан содан бастап сол өзі еркін күрестен күрес шебері болатын. Ол Қарағандыда оқыған, атақты бәріңіз білесіздер, Александр Мыцк соның несі, түлегі. Сондықтан келіп ауылда күрес ашқанды мен сол кезде 6-шы ма 7-ші сыныпта оқимын. 6-шы сыныптан бастадым сол күресті. Басқа спорт түрі жоқ. Жаздың күні ыңғай келсе былғары топ тебеміз, одан кейін айтып отырмын, қыстың күні хоккей, одан кейін ары кетсе көкпар бар. Ол кезде баламыз неден есектен бастаймыз, есек мініп алып көкпар тартамыз, үлкендерге елестейміз. Ол кезде көкпар ауылдың көшесіне кіріп кетеді ғой. Солардың артынан жүгіреміз, содан кейін біз баламыз ғой өзіміз ұйымдастырып, соны өзіміз мешок болса да бірдеңе болса соны көкпар тартып үйреніп алысып, жұлысып, анау көшеге барып футбол ойнаймыз. Бірдеме тігеміз, бір жәшік лимонадқа ойнаймыз, сондай нелеріміз бар. Артығын апан топан төбелес болып кетеді, сондай болды. Сол ауылдың. Енді ауылдың балаларының бәрі де енді күреске, басқа да спорт түрлеріне еліктейді ғой, бірақ екінің бірі осындай арнайы мектепте оқымайды. Оның үстіне сіз Қажымұқан атындағы Қара шаңырақта оқыпсыз спорт мектебінде. Оған қалай келдіңіз? Кім бағыт берді? Оған сол жаттығу барысында сол жарыстар, район, облыс жарыстарына қатысып жүріп, сол кезде естідім, Алматыда осы кәсіби түрде осы спорт мектебі бар екен Қажымұқан атындағы. Сол ауылдан біздің бір бала кетіп, сол жаққа екі бала кетіп келіп осы жерде оқиды екен. Сол кезде мен де бір жыл бойы ата-анамнан сұрандым, барайыншы деп. Сонша бір не алдына кішкентайымда алдына сондай жоспар қойып қойғанмын ғой. Осы спорт мектебіне барамын, міндетті түрде спорт шебері боламын. Одан кейін енді ол кезде бала ғой, енді адам міндетті түрде қазіргі сондай бір не барды ғой, соны не дейді, өз алдыңа мақсат қоясың, сосын елестейсің, сондай не болды, сондай керемет дүние. Сол кішкентай кезде сондай үлкен жоспарлар қойған болатын. Осы күресте үлкен жетістікке, үлкен олимпиада шыңын бағындыруға. Сондықтан сол мектепке келдім, емтихан тапсырдым. Емтихан тапсырып, енді құжаттарымды алып келіп орналасып жатқан жерде сол кезде менімен бірге үлкен ағамыз келген болатын. Мені қойды да кетті, кетіп қалса, сөйтсем ешкім жоқ. Ары ойладым, бері ойладым, құжаттарым жинап қайттан қашып кеткен ғой сол мектептен мен. Үйге барып, сонша бірақ ауылға біз неден осы саяхаттан ауылға біздің ауылға дейін қанша 400 шақырым. Сол кезде студенттер ары бері жүрген кезі қыркүйектің уақыты ғой. Сол кезде көз ілінбей сол ауылға дейін жеттім, өкініп бардым шын айтсам. Неге соншама армандағаным өзім балтамен шауып отырмын. Сосын кімдер сол кезде енді атақты әлемге әйгілі палуандар бәрі бар ғой ол кезде. Белглазов бар, Хадарстар бар, солар сияқты енді болғым келеді ғой, мақсат үлкен. Солар теледидардан ылғи соларды көрсетеді анда-мында. Сонда неге өзі болашағымды балтамен шаптым деп өкініп бардым ауылға дейін. Бірақ ауылға келіп түскеннен кейін сондай не шешім қабылдадым, кейін қарай қайтам деп. Сөйтіп үйге келсем, ата-анам бәрі жақсылап қарсы алды. Мен енді сен білесіз ғой ауылда енді сен адам боламын десем, сен сөйтсең кел ауылда енді қолыңа күрек, жүресің осылай жұмыс жасайсың. Сен адам боламын десек, сен сөйтсең басқаша кейін қарай қаша дегенсің деп. Жоқ, мен қайтам, кейін қарай барамын. Сөйтсем, осы жерден бір жаттықтырушым сол кезде айтыпты, звондасқан кезде алып кел баланы міндетті түрде алып келіңдер, қабылдаймыз деп қайтадан сөйтіп келдім. Илажы жоқ, келдім, осы қайтып келдім. Содан басталды осы жерде өмір. Күніге 2 мезгіл жаттығу жасаймыз. Күн тәртібі белгіленген, сағат 10-да жатасың, ұйықтайсың, сағат 7-де тұрасың, міндетті түрде тамағың ішесің, барып жаттығуын жасайсың, сабаққа барасың, сабақтан келіп демаласың, осы күн ортаға асын жейсің, содан кейін қайтадан демаласың, қайтадан жаттығуға барасың. Сондықтан 1-2 айда үйрендім соған. Сөйтсем 1-2 айда көшеде кетіп барып жаттығуға кетіп барсам, сөйтсем ауыл есіме түсіп кетті сол кезде. Анау Весновка бар, Весновка неге жаттығуға бардық, сол кезде ойланып, мен қазір енді үйренген екенмін, өйткені ауыл енді есіме түсіп жатыр екен. 2 айдың ішінде соны жаттығу барысында балалармен танысу, нелер болды. Бірақ өте керемет. Сол кезде танысқан балаларым міне қазір өткенде жарыс өткенде бір Ресейден бір бізбен оқыған 35 жыл, сөйтсе 35 жыл көрінбей кетіпті ол жігіт. Келіп осында өткен кеткен еске алып, жолдастарымен кездесіп, біраз жақсы нелер болды. Сөйтсе сол керемет болды сол кезде. Әлі күнге сол бірге оқыған балалар бәрі жақсы араласамыз сол кезде.
енді қажымұқан атындағы спорт мектебі енді қазақ спорттың қара шаңырағы дейді ғой. Ол әсіресе сол жылдары ешқандай тегін жай көптің бірі оқымайтын енді. Кілең мықтылар оқитын. Сол сізбен қатарлас оқыған қандай мықтылар бар? Енді бізбен бірге оқыған Мәулен Мамыров, еркін күрестен Атланта олимпиадасының қола жүлдегері. Одан кейін Ермахан Ибраимов, олимпиада чемпионы. Біздің алдымызда Ольга Шишигина оқып кеткен екен. Одан кейін біраз боксшылар, снайпер дейтін біздің боксшымыз Марат Мазинбаев, сосын кім Нұрбақыт Теңізбаев, кім Алмат Кепсібаев, қазір есіме түсті. Өзі Евгений Яровенко оқыған екен, қазір есіме түсті. Дәулет ағамыз, Дәулет Болатұлы Тұрлыханов, Евгений Яровенко, Валерий Люкин, Владимир Новиковтар, Егоров есімде, неден секіретін. Тағым бар еді. Савин оқыған жоқ. Ол кезде бірақ айтады, мен өткенде осы ненің РКС-тің дауыл болғаннан кейін сол кезде бір кісілер сондай мәлімет берді. Анатолий Храпатыда кезінде оқып кеткен екенсіңіз. Елена олимпиада чемпионы, Елена Чебукина волейболшылар, Ольга Кривошеева, Елена Чебукина. Одан кейін футболшылар кімдер оқып кетіпті сол кезде. Али Алиев деген, сосын Магомед Круглиев, қола медаль жүлдегері, әлем чемпионатында неден еркін күрестен. Тағы да кімдер бар екен. Енді өткенде нелерді есіме қазір бірден айта берсек, сол айтып кеткен кісілер жеткілікті деп ойлаймын. Сол 90-шы жылдардың басында заманның апай-топай кезінде сіз кеңес одағы мамандардың қырағы назарына іліккен екенсіз. Сол кездің өзінде қай жарысқа көзге түсіп жүрсіз сол кезде? Сол кезде КСРО кубогы болды. Сол жерде жеңімпаз болдық. Содан кейін сол жерде енді өзі бір қызық айтайын, біздің құрама командада сол кезде нағыз Қазақстан күресі, еркін күресі ең төмен дәрежедегі болған кездері. Менімен бірге жаттықтырушы жоқ, бұрышта отыратын жаттықтырушым жоқ. Ресейдің палуандарын солардың палуандарын көрсем, солардың жаттықтырушылар келіп бұрышта отырады. Міндетті түрде енді ережеге сай отыру керек. Сол кезде есімде біткеннен кейін мені біраз мақтады. Ол кезде Магомедхан Арацилов дейтін бар, Мәскеу олимпиадасы 82 килограмм бойынша күміс жүлдегері. Исмаил Абилов дейтін болгариян палуаны ұтылып қалған болатын, 2-1 болып. Сол кісі аға жаттықтырушы сол кезде айтты: Ислам Байрамуков, сен қазір өте жақсы нәтиже көрсеттің, қазір КСРО құрама командасына оқу жиын жаттықтыру шақырамыз сені, қазір міндетті түрде осы бір айдың ішінде саған құжаттар келеді, Францияға барасың деген болатын. Мен енді соншама мәз болған. Содан кейін соны күтіп отырмын. Бүгін бір күні спорт экспресс ашып қарасам, СССР құрама командасы Ниццада өткен бір халықаралық жарыста күресіп қайтқан екен, соның нәтижесі тұр. Сөйтсем маған не құжат келмеген, не ештеңе келмеген, содан қалып қалдық. Сол кезде басталған олар. 91-ші жыл ғой. Сол кезде СССР құлдырайтын жылы. Нағыз несіне бабына келіп қалған кезде 92 жылы. Сол 91 жыл сіз КСРО кубогын өттіңіз. Қай қалада болды? Бішкек қаласында болды. Бішкек қаласында. Сол КСРО кубогын өттіңіз, келесі жылы Барселона олимпиадасына алауыттанды. Сол кезде сіз үміткер ретінде бір қарастырылды ма сіз? Жоқ, ол кезде мен жаспын. Немде. Бірақ соңғы ТМД елдің чемпионатына қатыстым. 5-ші ме алдым? 5-ші орын алдым деймін. Ол кезде 100 килограмм салмақ бойынша күрестім. Ол кезде бірінші орын алған Андрей Головков финалда, одан кейін Дауыт Магомедов екінші болды, финалға шықты. Дауыт Магомедовті ұтылдым мен өз немде, подругамда. Одан кейін үшінші орынға мүмкіндік болды күресуге, бірақ мен ұтып келе жатып, Украинаның палуанын Нечипуренко дейтін 3-1 есебі ұтып келе жатырмын, бірақ ол кезде салмағым да жетпейді, енді дайындығым да соған қалай. Енді алардың салмағым, мен сол кезде салмағым 93, 94, 95 көлемінде болған. Сол кезде бірақ ол кезде Мәлік ағамыз, Надырбек Мәлік ағамыз: Ислам, сен міндетті түрде бәрібір 100-ге өтесің, қазірден бастап 100-ге күресе бер деді да. Сол кезде сондай салмағым кішкене жетпеді ма, бірақ олар ауырлау, мен 100 килограммда, олар міндетті түрде 3-4 килограмм несін салмағын ұстап келеді ол кезде. Сол кезде кішкене сол не болды ма, сол әсерін білдірді ма, сол 3-1 ұтып келе жатқан соңғы секундта 4-3 болып ұтылып қалдым соған. Ол барды 3-ші орынға күресті, мен бірақ 5-ші орынға күресуге мәжбүр болдым. Сонымен аяқталды, бірақ сол кезде бізге сондай не ақпарат келді, келесі жылы өзіміз тәуелді
топ қойып командамен өзіміз ерекше шығамыз, Азия чемпионатына қатысамыз, әлем біріншілігіне барамыз деп, сосын Олимпиада ойындарына қатысамыз деп. Сол сіз күрескен салмақ дәрежесінде кім барды Олимпиада ойындарына, сол Барселона Олимпиадасына? Сол кезде 90-ға Махарбек Қадарсов болды, екінші Олимпиадасында өтті. 100-де Лерри Хабилов болды да, сол кезде Лерри Хабилов чемпион болды. Финалда Хайко Бальц дейтін германиян палуан ұтты, азар ұтты 2-1. Ол Хайко Бальцты мен келесі Олимпиадада ұтып алдым, 3-0 есебімен ұтып алдым. Атлантада ол Хайко Бальцты, неміс палуан. Қателеспесек, сіз айтып отырған Махарбек Қадарсов 5 мемлекеттің туасында өмір сүрген екен. 5 мемлекеттің? 5 мемлекеттің қарап отырсақ, КСРО, ТМД, Өзбекстан, Россия. И тағы біреу ұмытып қалдық. Россияның атынан шыққан жоқ ол. Россияның атынан шыққан жоқ. Ол айтып отырмыз, ол КСРО, ТМД елдер, одан кейін Өзбекстан атынан барды, Сидней Олимпиада барып қатысты, бірақ ол жерде нәтижесі болмады, ұтылып қалды. Корей палуаны ұтылды. Сонымен Қазақстан тәуелсіздік алды. Сол Қазақстан тәуелсіздік алғанда алғашқы сіздердің жарыстарыңыз 1990 жылы Улан-Баторда өткен Азия чемпионаты. Сол жарысқа қатысып, ең бірінші болып Азия чемпионатында жүлде алған сіз екенсіз. Тағы бір балуан болды енді. Непомнящий. Жүзде қол алды ол. Жалпы сол жарыстың финалында сіз, қателеспесек, даңқты балуан, сіз күміс медаль алдыңыз ғой? Иә, даңқты балуан ирандық Хадемнен ұтылдыңыз ғой деймін. Расул Хадемнен ұтылдым. Ол одан кейін барып әлемде 2 дүркін әлем чемпионы болды, сосын Олимпиада чемпионы. Сол Қадарсов 3-ші Олимпиадасына барып қатысқан кезде сол финалда Қадарсов ұтып алған болатын, сол Расул Хадем ұтқан болатын. Енді ол кезде қызық болды, несіне келіп отыр. Мен бірақ несінен бүкіл қарсыластарымды, туған жылы нелер бәрін бір ерекшелерді біліп тұратын, біліп отыратын. Мен өзіме мәлімет керек еді бүкіл палуан. Сол кезде бәрін қарап шыққан едім. Сөйтсем бірінші жеребе бойынша бірінші моңғол палуанмен түсіп отырмын. Одан кейін былай қараймын. Сөйтсем кілемге шықтым. Жақсылап тұр қыздырып кілеңге шықтым. Сөйтсем онан артынан камералар келе жатыр, бүкіл моңғол несі. Сөйтсем моңғолдың атақты даңқты палуаны екен. Пунстак Сухбат дейтін. Сөйтсем оның алдында әлем чемпионатына қола медаль алған, Азия чемпионы. Сөйтсе Иран палуандарына жол бермейді екен осы, ылғи. Бүкіл ирандықтарды қарасам, жаттығу барысында мысалы соның қасынан шықпайды, бәрі келіп сонымен суретке түсем, әлде қолын ала ма, әйтеуір арқасынан қағып кетеді, бәрі жақсы қарым-қатынас. Содан кейін білдім оны, сондай бір атақты палуан. Олимпиада ойындар Барселонада ол да 3-ші орынға күресіп, кімге Крис Кемпбелл, американ палуандар осы 1-1 болып, соңғы несі әдісіме тұрып қалды ма, сондай бір несі болды. Сол Крис Кемпбелл ол атақты палуан, Америка құрама штатының әлем чемпионы. Сол кезде несі қызық болсын айта кетейін, осы әлемде сол Махарбек Қадарсов 5-6 жыл бойы ешкімге ұтылмайды екен, тіпті пайда бермейді екен. Сөйтсе осы Барселона Олимпиаданың алдына неде әлем чемпионаты 91 жылы Варнада өткен, Болгарияда. Сөйтсе Кемпбелл ұтып алыпты Қадарсовты. 1-0 есеппен ұтып алыпты. Сонда бізде сондай бір круговой не болады екен, сонымен Қадарсов міндетті түрде шығып кеткен екен. Көрдіңіз ба? Күресте қандай болады. Бірақ Олимпиадада Қадарсов бүкіл елдердің қателіктерін сол уже оның қанша 3-0 ме 5-0 ұтып алыпты Крис Кемпбелл. Сол Крис Кемпбелл ұтылған мынау менің моңғол қарсыласым. Шықтым да әйтеуір соңында не керек, мен қолым көтерді ғой, сол моңғолды ұтып алдым. Сол кезде білмеймін кімді ұтқанымды білмеймін. Содан кейін барып сұрасам, сөйтсем статистика бойынша жіберіп қойыппын мен онша. Мән бермейші. Басқасын қарап, ол да бір жағынан жақсы болған, психология тұрғыда өте жақсы болған екен. Қарсыласың андай мықты, атақты, даңқты палуан болса кішкене ол әсерін білдіреді ғой. Ол да бір жағынан жақсы болған шығар. Иә. Сондықтан одан кейін тағы бір солтүстік Кореямен күрестім, тағы бір Қытайдың палуанымен күрестім. Әйтеуір финалға шықтым. Финалға шықсам, Хадем тұр соншама үсті басы су ұстай алмайсың. Бірақ бір біздің қателігіміз сол финал, ол финал деген ерекше екен. Финалға ерекше дайындалу керек. Оны осы спорт мансабымызды аяқта қалсын, одан кейін біраз ойланып, сондай бір шешім шығардым да өзім үшін. Финал деген ол ерекше. Басқа кездесулердің финал деген ерекше. Оған адам деген басқа немен дайындалу керек та оған. Иә. Солай болған. Сол кезде біздің тәуелсіздік алғаннан бастап бірінші осы ресми жарыстарда біздің көк туымыз желбірегені сол кезде еркін күрестің несі. Сол мен күміс медаль. Енді сол сіздердің замандастарыңызбен осылай сұхбат алсақ, барлығы да 90-шы жыл заманның апай кезі ғой. Иә. Байтал тұрмақ бас қайғы болған заман. Сол кезде көбісі айтады, осындай қиналып қалдық, осыны жарыстан шет қалдық.
осындай жарысқа қаражат таба алмай қалдық, осындай жарысқа оқу жаттығу жиынына ақша таппадық, немесе протез жасайық деп оған да бір ақша талап етеді ғой. Сондай сізде қиындықтар болды ма өзіңізде? Әттеген-ай деп бір. Енді бәріміз бір жағдайда болдық қой, шын айтса, бәрін ыстығына да суығына да төзіп жүрдік. Енді ол кезде мен сізге былай алдында айтайын, бір атақты даңқты палуан жаттықтырушы келіп Қазақстанда жұмыс істегенде соған бір осы сөзге келіп қалдық қой. Мен ол бір несін, мен басқа бір мәселемен барған, бір құрама командасына бір немді, Сергей Белогласов. Сол кезде сөйтсе бой бермейді да, мен айтып, мынау бала бару керек қой, мынау баланың несі мүмкіндігі бар ғой, көрдің бәрі жарыстар мысалы жүлделі орын болып қалғандарын қарсыластар ұтылып қалып біреу жете алмай қалды, мынау бала бару керек. Жоқ деп кішкене былай не дедім, айтам, көке, менде олимпиаданың финалында болдым ғой, менде күрес түсінетін шығармын, мынау бала міндетті түрде мынау балаға мүмкіндік беру керек десем, ол тұрып мен сені көрерім, сен Ресейде күрессең көрер едім дейді да. Мен бүйтіп қарадым да, ол кісіге, мен сізді көрер едім дедім, біздің күйде, біздің жағдайда осындай жаттығу жасаңыздар, сіздерді Ресейде көбінесе 2 дүркін 3 дүркін чемпиондар боласыңдар ма, болмайтын ба, ол екі талай дедім. Біздің жағдайда сол кезде ол несін қателігін түсінді да кешірім сұрады сол кезде. Кешір деді. Көрдіңіз бе? Бізде өте қиын жағдай болды. Оларда дәстүр ретінде оларда ешқандай не үзілген жоқ. Бізде қайда 80-90 жылдар ең қиын замандар болды. Қазақстанның еркін күресінде ол кезде енді жасыратын түгі жоқ. Жаттықтырушылар бөлініп, біріне қырғын арыз жазып, сотқа шағым тастап, сондай нелер көп жағдайлар болды. Ол кезде күресті ешкім ойнамайды Қазақстанда. Сондай жағдайда дайындалдық біз, мысалы. Қиыншылықтар болды, бірақ оны бәрімізде бір жағдайда болдық. Ешқандай асып жасқан бізде ештеңке болған жоқ. Әйтеуір барған, бірақ жарыс аз болды. Біздің кемшілігіміз аз болды. Мысалы, сол бірінші Азия біріншілігіне барған кезде бір-ақ рет неге Түркияға барып сол жарысқа қатысқан екенбіз. Жоқ, жарыс аз болғанда жарыс көп қой, соған қаражат жетпейтін шығар. Қаражат енді өмір бақи сонымен өстік, ақша жоқ пен өстік қой, біз ештеңке жоқ. Мысалы, аға анау жарысқа, анау оқу жиынға барайық десе, ана жақтан сұрастырды, ақша жоқ дейді. Солай өстік, ақша жоқ деп. Әлі есімде, біз енді андамды ойын күлкі қалжыңға айтамыз. Ақша жоқ, сонымен ақ осындай жетістікке жеттік. Егер жағдайымыз жақсы болса, сол кезде дәстүр ретінде мысалы бізді 80-ші жылдар әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары болса қалай болар еді. Ол да өте маңызды. Мысалы дәстүр керек. Мысалы жастарға, өсіп келе жатқан өспірімдерге дәстүр, мысалы чемпиондар көрсету керек. Міне қастар жүрген. Қазіргі заманда мысалы қазір YouTube дейтін бар ғой. Енді ғаламторда ашып қарасаң, ол кезде біз көрмейміз. Мысалы сол Махарбек Қадартовтар, Белогласовтар Америка құрама командасымен кездесулер болғанса, әлем кубогы болғанса ұтылады екен. Біз оны білмейміз. Қазір біліп отырмыз. Қарап отырсам, олар да ұтылып жатыр екен. Жай ғана американ палуандарына ұтылып жатыр екен. Неге сондай кезде, сол кезде біз соны білгенде, көрсеткенде басқа түрі болатын еді, басқа күреске деген. Әйтпесе ол кезде біз олар ауыл адамдарға шықсаң, аңыз алдында аңыз тұрады, аңызбен қалай күресесің. Сол кезде психология тұру керек, оны ұстап отыру керек, онымен кішкене жаттығу жиында біраз жұмыс істеу керек, дұрыс па? Онымен күресу керек, мысалы жаттығу барысында. Сол кезде ғана адам өседі, өзіне сенеді. Мысалы Махарбек Қадартовпен бірінші ұстасқаным, бірінші көргенім, мен 92 жыл көрдім былай жүргенім. Неге әлем чемпионатына келдік, неге Торонтоға. Енді кешке қарай барып жаттығу жасадық, сөйтсе залға келсем, бір кез өзі келді, жаттықтырушылар айтқан, ол кубок, әлем КСР кубогында болған жаттықтырушылар, Ресей құрама командасы, солар айтты, мен барып, мен көріп отырмын соны, маған қарай көрсетті, бірдеме айтып жатыр. Сөйтсем жүгіріп барадым, қасыма арқамнан қақты да, екеуміз істейік деді да. Жарайды дедім, өзім сонша мынандай бір аңыз адам. Ол кезде Барселонадан кейін олимпиада 2 дүркін чемпионы, 5 дүркін әлем чемпионы ал керек болса. Өзім мен салмағымда 90 килограммда. Сонымен істедік, біраз алыстық, жұлыстық, содан кейін не берді? 6 минуттай бізде андай схватка дейді, соны күрестім. Біраздан күрестім, одан кейін соңында бір әдіс жасадым, бізді аяққа екі аяқ кіріп 3 балға жұлып түсірдім. Ой, бар екен, мына мен күресете алады екенмін ғой деп. Қолымнан келеді екен деп сондай оймен шықтым. Қандай керемет күшті болды, сезім болды. Бірақ сонымен кездестім, бір 3-ші айналымда, 4-ші айналымда кездестім. Ол чемпионатта мен жартылай финалға дейін жеттім. Қай чемпионат? Торонто 93 жылы. Аббас Джадидиде Иран палуанына ұтылып қалдым. Жартылай финалда. Одан кейін Жұбаныш кездесті, Қадарсовпен кездестім. Қадарсов ол Иранға да ұтылды. 4-3 есебімен ұтылды Иранға. Аббас Джадиди. Ол да келе осы болашақта осы неде 100 килограмм салмақта неде Атлантада
екінші орын алып қалды ол кісі. Бірақ негізі ұтып еді, Америка құрама штатын палуанына беріп жіберді. 1-1 болды, бірақ анау белсенді қимылдады деп соған берді. Сол Аббас Жадидиге жартылай финалда ұтылып қалған болатын. Ол кезде енді сондай жағдайда болдық. Енді ол жерде 5-ші орын алып қалдым әлем чемпионатына бірінші рет қатысып. Ол кезде бізді сөйтсе әлем чемпионаттары 6-ші орынға дейін марапаттайды екен. Диплом әкеліп беріп тұр маған, диплом. Солай болды. Соны айтып жатырмыз. Сол кезде олардың жағдайлары керемет, күрестер дамыған, залдары керемет, дәстүрлері бар біріншіден. Мысалы Осетияға барып қалсаң, Фадзаев олимпиада чемпионы, одан кейін Аслан Хадарцев, ол марқұм болып кетті, Махарбек Хадарцев, Зугутовтар, көп деген. Дағыстанға барсаң, Абсаидов, Абушевтар, мысалы көп деген. Олар нелер, мысалы Хасавюрттың өзіне барып қалсаң, Жабраиловтар ағайындар бар. Көп деген чемпион. Дәстүр ретінде олар бір балалармен бір залда алысып жұлысып жүре береді. Ұстахана дейсіз ғой. Иә. А бізде ондай болған жоқ. Бізде 80-ші 90-ші жылы құлдырап кеткен кездер болды бізде. Қазақстан еркін күресі. Сол жылдардағы нәтижелер қарасақ, біздің Қазақстанның балуандары көбіне көп ирандықтарға жеңе алмайды екен. Жеңіп жатқандар тым сирек екен жарыстарда. Сонда ирандықтардың парсы елінің пехлевандардың бізден қандай айырмашылығы бар? Енді олар енді әрине олардың да бағанада айтып отырмын, дәстүрлері мықты, дәстүр олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары. И күресті өте ерекше құрметтейді күресті. Олар күрес палуан деген олар ерекше оларда. Өзіңіз Иранда күрестіңіз бе? Күрестім. Иранда күрескенде кімге Хадем мен Жадиди ұтылдым, бірақ сосын әлем чемпионы Қаргер дейтін Алириза оны ұттым, тағы да біреу бар, неде бір жарыста ұттым иранецтік палуандар. Бірақ кіммен Расул Хадеммен мысалы Атлантада күрескен бейнесін көрсеңіздер, мен 3 ұпай әдісімді 1 ұпай қылып санады төреш. Одан кейін сол кілемді басқарып отқан төреші алтыда мәжбүр болды, тағы 1 ұпай қосты, 2 ұпай берді. 3 ұпайға тастаған әдісімді олар 2 ұпаймен. Ол кезде егер таза немен тастасаң, мысалы 3 береді, әлде болмаса не болмаса 1 ұпай берді. Бұлар 2 ұпай берді. Ол анық көрінеді. Бүкіл әлемнің майталмандары менмін деген, мысалы Ресей Федерацияның төрағасы Михаил Мамиашвилилар бәрі келіп, маған келіп, Лери Хабилов есімді олимпиада чемпионы. Маған деді, Байрам сендер неге шағым түсірмейсіңдер дейді да сол кезде. Олар маған емес, Хатарцевті ойлап тұр ғой. Хатарцев ана жақтан финалға ол басқа группадан шығады, мына жақтан мен Хадеммен бір подгруппадамын. Олар соны ойлап тұр, сол олимпиада ұтса, Хатарцев 3 дүркін олимпиада чемпионы болайын деп жатыр екен. Сол кезде солардың жаттықтырушылары да келді, айтты, сендер неге шағым түсірмейсіңдер? Неге түсірмедіңіздер расында? Оған жарты сағат уақыт беріледі екен. Сол кезде $500 төлеу керек екен. Жарты сағаттың ішінде соны бересің. Ол кезде ереже бойынша әлі күрестірмейді, қайттан шығарып күрестірмейді. Мысалы төрешілер өздері комиссиясын құрайды екен да, қарайды екен. Соны басады екен, қарайды екен. Бірақ оның нелері де бар, қыр-сырлары да бар. Оны қалай қарататын оны одан кейін білдік қой біз, мысалы талай жарыстарға қатысып сол кезде білдік. Сол кезде біздің жаттықтырушылар, енді ол да тәжірибе жоқ қой, бірінші рет олимпиадаға қатысып отырмыз, сол кезде ойланыпты біздің жаттықтырушылар. Бере ма, бермей ма, боста. Біздің ағамыз, енді атын айтпай ақ қояйын, ол кезде кісі айтады, біреу айтыпты, бостан босқа $500 айырылып қаламыз деген ғой. Сөйтсе, сол кезде сол әңгімені соларға біраз жылдан кейін кездесіп айтсам, сол кімдер олимпиада чемпионы, ақшасын өзіміз-ақ төлейтін едік қой деп сөйтіп айтады олар. Мысалы ол Бакуда болды. Бакуда әлем чемпионаты болды 2007 жылы. Мен ол кезде құрама командада бас бапкермін. Біреу дайындап неден келе жатырмыз, алдында Мамиашвили, Хадарцев, сосын Тедеевте шу келе жатыр екен. Бір әңгіме естергет бірдемені айтып жатыр. Bir кез міне өзі келе жатыр дейді да, маған көрсетеді. Ал солармен амандасқан кезде как раз сені айтып отырмыз дейді да, сол кезде сендер неге шағым түсірмедіңдер, сен ұттың ғой дейді да соны, Хадемді. Сол кезде солар айтып келеді екен, Хадарцев неге 3 дүркін бола алмадың, сондай мүмкіндік болды ау деп. Сосын мен айтып келеді, соны алдынан түсіп, соны айтып отыр. Міне нағыз жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан демекші, қазақша. Сондай әңгіме болды, біраз енді болды, ойын күлдік, айтты, бітті, сөйтіп сонымен болды, бітті әңгімеміз. Енді қазіргі заманның балуандары енді бұрынғы сіздердің замандағыңыз. Ол кезде есеп 4-4 болу керек екен. Соңғы несіп соңғы секундтан қалыңыз, енді қосымшама бір неме көрсететін шығар. Бірақ оның алдында да тағы бір үстіне шығып, маған ол неде партерде жасаймын, сол кезде үстінен шыққан бетті көріп тұрмын, астында жатқан төрешісі қырқып берді, анаған 2 ұпайын берді. Солай болды. Енді кім біледі енді. Салыстырмалы тұрғыдан айтқанда қазіргі кездің балуандары бақытты ғой сіздермен салыстырғанда. Өйткені біз Мәулен Мамаровпен бір сұхбаттасқанымызда біздің бақытты балуанымыз айтқан, сондай бір протест шағым түсірейік деп едік, сонда $500 таба алмай қалғанбыз дейді.
көріміз жоқ. Содан кейін Атланта Олимпиадасында содан кейін ары қарай не болды? Жұбаныш белдесу қатысу мүмкіндігіңіз қалды ма әлде? Жұбаныш кездесуде енді болды, бірақ ол жерде мен шықтым да кімге ұтылдым. Ол кезде кімді айттым ғой, бағана айтып кеттім, Барселона Олимпиаданың күміс жүлдегері Хайко Бальц, атақты даңқты неміс палуан ұттым. Оның алдында 2 ай бұрын аяғымда осы немді тобымды қатты жарақат, сол жарақат әрең, сол Олимпиадаға әрең жазылып барғам, сол Хайко Бальц тіземді қатты жарақат жіберген. Енді осы атақты даңқты Олимпиада 3 дүркін чемпионы Александр Медведев атынан халықаралық жарысқа барып қатысқан. Сол жерде ұтылып қалған болатынмын Олимпиада ойынына, 7-1 ма 8-1 ұтылдым. Бірақ есе қайтардым. Олимпиада 2 айдан кейін Олимпиада есебімді қайтарып алдым, 3-0 есебімен. Сол Хайко Бальцтан. Одан кейін күрескенім қара нәсілді Америка құрама штатының палуаны Мелвин Даглас дейтін бар, әлем чемпионы. Сонымен шықтым. Бірақ өкінішке орай соған бір не жіберіп қойдым да, бір қателік болды да, бір сондай бір не болды да, кеудеден асырып лақтырамын дедім, астына түсіп қалдым. Сонда 2 ұпайым болып қалды, соны ұтылып қалдым. Бірақ одан 2 рет қатарынан 2 рет есе қайтардым, ол Мелвин Даглас. Одан кейін 96 жылдан кейін не ереже ауысты, салмақ ауысты. Мен 90-нан 97-ге күресетін болдым, өйткені төмен қарай 85-ке салмақ түсіруге маған ондай мүмкіндік болмады, өйткені өзімді жіңішкем. Керісінше жаттықтырушылар айтты, сен керісінше салмақ жина, күш жинайсың. Соны 97 күресте, 97 күрескен бетте әлем чемпионаты болды, неде Красноярскте. Ол жерде өкінішке орай 4-ші орын алып қалдым. Ол кезде бірақ бір қола. Қазіргі ережемен салыстыратын болсақ, қола менде қалтамда болып тұр. Ол кезде бірақ қола болды. Қазіргі заманда керемет ереже. Қазір 2 қола медаль бар. Ол кезде біз бір қолаға 7-8 кездесу өткізіп келесің, соң медальсіз қалып қаласың сол кезде. Сондай жағдай ұшырап, бірақ әлемдегі ең мықты палуандармен кездестім. Жеребем сондай болды. Мелвин Даглас чемпион миралар, Арабат Сабиев, кімдер, моңғол палуаны бар, одан кейін Украина палуаны бар. Тағы да кімдер күресті? Мықты менмін деген палуан сол салмақта. Дауд Магомедов бар, Дуглас әлем чемпионы, солармен. Дугласын бірақ қосымша уақытта овертаймда ұтып алдым оны. Гармулевич айтпақшы, Марик Гармулевичпен күрестім. Екеуміз сол Дугласты ұтып шықтым, қосымша уақытта овертаймда ұттым. 2-2 есепмен бітті, аяқталды. Одан кейін қосымша уақытта ол аяғыма кіріп жұлып баратқан жерден айтыр сол жерден қалай суырып шыққанын білмеймін, бір ұпайымды алып кеттім сол жерде. Одан кейін бір 15 минут, 20 минуттың арасында қайттан шақты Гармулевичпен шықтым. Марик Гармулевич. Ол кезде ол Европа чемпионы, 2 дүркін Европа чемпионы болды ол кезде. Енді әлемдегі фавориттердің біреуі болды сол салмақта. Онымен шықтым да 2-1 есебімен ұтылып келатып, соңғы секундтар қалды, қасым жарылды. Ол кезде нелер атып шықты да, жат дейді, неміз көріп тұрмын, ана шаршап тұрған, қолда кішкене жұмыс істеп едім, анау шаршаған көріп бір кезде жат дейді, жоқ жатпаймын, жабыстырыңдар, жақсы болды, орысша түсінгені үшін, жабыстырыңдар, тезірек жабыстырыңдар, керемет жатпаймын деді. Түрі жат дейді да, кішкене медиктар саған көмегін атқарсын деп, жоқ жатпаймын деді, тезірек жабыстырыңдар деп көрсем, өйткені көріп тұрмын, ана дем есін жинап алады да. Содан кейін қайтадан кішкене басымдық жасап едім, төреші не берді, ескерту берді. Сосын мен сұрайды, Аманжол ағамыз стойка неден таңда дейді, жоқ, бірақ өзім біліп отырмын, 2-1 есебімен ұтылып келатырмын. Содан кейін партерді таңдадым. Партерде әлі күнге шейін түсінбеймін қалай болған. Мен бір партерде бір комбинацияларым бар еді, аяқты алып, сол қарайын да аяғын қалай қояды. Болмаса несіне аяғын қойсам, болмаса накат дейтін аударатын бар еді. Сөйтіп мені тартып қалсам, 1-2 рет жұлқылап едім, анау неге келіп тұр да, накат қалдым да. Айналды жіберемін. Сонымен гонг болды, бір қарасам төреші маған 2 ұпай көрсетіп тұр. 3-2 есебімен жұлып алдым жеңісімді. Сол кезде сондай болды. Одан кейін мен Гармулевичтен де Сиднейде ұтқан кезде жартылай финалда бәрі сенсация деп айтты. Қайдағы сенсация? Оның алдын ұтып алғанмын мен 97 жылы. Сондай болды. Енді жаңа Сиднейге келдік қой, сіздің енді спорттық карьераңыздағы спорттық. Сиднейден алдына болған жағдайды айтайын. Сиднейде оңай болған жоқ. Сиднейде одан кейін баста жарақаттар көп бола бастады. Ол неден кішкене жаттығуда кішкене нелер кемшіліктер болған шығар, сонда кішкене адамдар шаршайды ғой, адам темірді қажалады, адам тұрмақ. Сондықтан біз енді ол кезде тіземе 2 ота жасау мәжбүр болдым. 98-ші Иранға бардық, әлем чемпионатына 7-ші ме 8-ші орын алдым. Ұтылып қалдым. Гармулевичтен ұтылдым. Ширек финалда ұтылдым.
сол кезде соншама шаршап қалдым. Соның несі бірінші ұпайды, бір екі ұпайды өзім алдым. Одан кейін кішкене ананың салмағы да басымдылығы артып тұр екенін көріп түсіндім ол кезде. Бірақ одан кейін кішкене былай зерттеп нелер қарасам, кемшіліктеріміз көп екен. Дайындалу барысында мысалы арасында бір анау кішкентай болса да мысалы көмір сулар нелер бар, витаминдер бар, соларды ішіп қойсақ ешқандай кедергі болмайды, керісінше жақсы болар еді. Бірақ ол кезде жарыс көпке созылып кетеді да, біз залдың ішінде отыра береміз, кішкентай ғана бір кішкене тамақ ішу керек еді. Сондықтан кішкене қуатың аз болып қалады, қуат шаршап қаласың кілемде. Сондай бір нелер. Кішкене ол кезде біздің құрама командамызда неміз де жоқ, врачымыз да жоқ, былайша айтқанда. Массаж деген қазіргі заманда бәрі барлық дүние ғой қазір. Ол кезде жоқ. Сонда кім жасайды массаж? Өзіміз, жаттықтырушылар жасайды. Жаттықтырушылар біздің массажистті, тамақ ас пісіретін де олар бәрін біліп көл неге қарайтын жаттықтырушылар ғой. Солардың арқасында ғой, шын айтса ол кезде. Сол заманда. Біздің жаттықтырушылар өте керемет жұмыс атқарды сол кезде. Ол кезде Мәлік Надырбеков, Мәлік ағамыз, Аманжол Боғыбаев ағамыз, Алик Жанович, көптеген осы жаттықтырушылар осылармен бірге сондай дәреже жетіп тұрмыз ғой сол кезде. Сондай жоқшылық кезде, былайша айтқанда. Бәрі қазір айтып отыр ғой, ақша болған жоқ, анау болған жоқ. Бірақ соған қарамастан біз қандай жетістіктеріміз бар ғой. Мысалы ауыз толтырып айтатындай бар, бірақ енді чемпиондарымыз жоқ. Енді ол иншалла енді келешекте болады деп ойлаймын. Міндетті де болады ол. Сондықтан сол кезде 2 рет жарақат, тіземде 2 рет отау жасау керек болды. Соңғы 99 жылы әлем чемпионатына қатысқан жоқпын. Ол кезде мен неден қарап отырдым? Операция, отауымды жасап, сол жерден қарап отырдым, Красноярск қаласында. Олар іріктеу жарысы жүріп жатыр екен. Ол деген сөйтсем, сол отау жасаған кезде мен сізге айтайын, бір 5-6 жыл қалып қалған сияқтымын сол кезде. Қайтадан кілемге оралсам, кілемге күрес емес, кілемде жүруді үйрендім ғой біріншіден. Өйткені әсерін білдіреді. Сондықтан сөйтіп жүріп 2000 жылы неге іріктеу жарыстарға қатыстым. 3 айдан кейін. Отау жасаған 3 айдан кейін бірден қатысып кеттім. Сол кезде енді ол жерде біраз қиыншылықтар болды. 5 елді аралап шықтық қой, 5 елді. Қанша? Арасында 15 күн, 20 күн. Сол кезде қатты қинап жүрді. Бірінші жарыс Белоруссияда болды, Минск қаласында болды. Одан кейін Германияға ұштық, Германиядан Японияға ұштық, Жапониядан Мысырға бардық, Мысырдан тағы бір қала болды. Сөйтіп 5 елді араладық қой. Абдан шаршады. Сол кезде енді міндетті түрде осы қорытындысы жетілікке іліну керек еді. Ешқандай ондай мен қобалжу деп міндетті түрде ілінемін деп жүрдім, бірақ өзім қателігім жіберіп қойдым. Оған қоса мынау тізем кішкене несін әсерін білдірді. Соңғысын Азия чемпионатына алып кетті мен жолдама. Соңғы сол Азия чемпионатына барып, сөйтсем барсам, сол жерде Өзбекстан құрама командасы кімді алыпты? Сослан Фраев. Әлем кубогының иегері, Россия чемпионы, Европа чемпионы, әлем кубогының Хадартспен теке тірес болып тұрған адамды Өзбекстан алыпты сол кезде. Сөйтсем сол кезде салмаққа түсіп жерге тартсам, бірінші айналымда соңғы түсіпті. Сол шешуші сәтті кім ұтады? Сол негізі олимпиадаға жолдама алу керек деп. Ой, ол кезде нені айтайын, қай күйде болған келіп номерге жатып жоқ, бірақ мен ол кезде бәрі көбісі не жағынан, жүйке жағынан өте жақсы болатын. Мен жүйкем кішкене жақсы не болатын да, ұйқыдан мен, бірақ ол кезде ерекше, ол түнде ұйқым өте ерекше болды. Неге десеңіз, бір қыбыр сыбырлап қана оянып кетесің. Сол кезде ойлаймын, тезірек таң атса екен, кішкене несін тозбай қалса жақсы болар еді деп тезірек таң атты, жылдам атып тұрдым да, киімдерімді жинап, шайымды дәмдеп, барып таңғы асымды ішіп, жарысқа барып, бірінші кездесуге дайындалып, сол ұтып шықтым. Құдайға шүкір, 3-1 есебімен ұттым. Фраевті. Одан кейін тағы келесі айналымда қайтадан ол іріктеу жарыс болды. Одан кейін Азия біріншілігі басталды. Іріктеу жарысы бітіп бар, одан іріктеу жарысында финалда 1-0 есебімен ұтып алдым. 9 минут күресіп жатыр. Сослан Фраевті. Сөйтіп олимпиадаға ол сөйтсе маған айтады, мен айтам, сен іріктеу жарысқа неге қатыспадың десем, мен сені алып кетеді деп ойладым. Осына өзім келіп қиналмай осы жерден аламын деп сондай өзіне жоспар қойып сөйтсе, көрдіңіз ба, енді бұйырған сол болып тұр да, екеумізге бір жолдама таластық. Қытайдың Гуйлин қаласында. Гуйлин қаласы. Иә, 2000 жылы. Сонда оның алдында енді азиялық ойындар болды. Азияға ойындарға қатысып, ол жерде қола медаль алдым. Бірталай финалға шығып тұрып, ұтатын жерден өзім жіберіп қойғандарым болды. Бізде қарап отырсақ, Азия чемпионатында сіз 5 рет жеңіс тұғырына көтерілген екенсіз. 3 рет күміс алдыңыз, 1 рет қол алдыңыз. Ең соңғы Азия чемпионатында 2000 жыл ұтқан екенсіз. Иә. Оған дейін жаңа кімдер ұтылып жүрдіңіз сонда? Финалға 3 рет шығып, 3 рет ұтылып қалыпсыз.
кімге Хадемге екі рет ұтылдым ау деймін. Хадемге ұтылдым. Одан кейін бір неде бір мықты 100 килограмм салмақ бойынша Манила қаласында Филиппинде Азия біріншілігінде бірінші айналымда. Сол кезде кейбір кезде бір адамдар бір енді спорттың айналымда жүрген адамдар сонда бір несі өзінің пікірлерін айтады да, сондай бір нелер. Бірақ сондай кездерде болды, сондай сәт болды, бірақ ол бір жағынан жақсы болды. Бірінші айналым, екінші айналым подгруппалар ең мықтылар түсетін. Сол Иран палуаны түсті. Аюб Бани Насрат дейтін әлем чемпионатының несі жүлдегері, одан кейін 100 килограмм салмақ бойынша Барселонада 5-ші орын алып қалды деймін. Сол Аюб Бани Насрат. Сонымен түстім бірінші айналымда. Жаттықтырушылар енді міндетті түрде бізде жиналыс болады. Бір бөлмеде жиналамыз, айтады, әркімнің өзінің тактикасын, қандай тактика ұстану керек екенін болады. Біздің кезімізде ол болды. Мысалы, ана мынандай бір ерекшелері бар, мынау аяққа жасайды, мынау жасайды, мынандай дейді, партада мынандай дейді, мынаны жіберіп қойма деп, міндетті түрде қазіргі заманда естісем, ешқандай ондай жоқ екен бұларда. Бізде болатын, міндетті түрде айтатын жаттықтырушылар. Мысалы, келеді де, мына. Сен де білесің, бірақ оны қосымша жаттықтырушы келіп айтады. Мынандай бір ерекшелер бар, мына әдісті қатты жасайды, мына аяғыңды берме, мына қолыңды берме. Мысалы, партада мына жағына, сол жағына не жасайды, мына жағына не жасайды. Бәрін айтып береді біздің жаттықтырушылар. Мысалға, бізде сондай болады. Сол кезде шықтым, сол Иран палуан ұтып алдым. Сол кезде енді жаспын ғой, тәжірибе жоқ. Бітті чемпионмын деп ойладым. Босап қалыптым сөйтсем. Келесі айналымға бір Қытай палуан шығды, ол ары секіреді, бері секіреді, өз өзім жинай алмаймын да. Соған есе жіберіп қойдым. Ұтатын жерден. Азияны ұтатын жерден сол жіберіп қойдым. Бірінші айналымда нағыз фаворит Иран палуан енді бәріміз Иран деп үйреніп қаламыз ғой. Ол мықты палуан. Енді бір артқа шегіну жоқ анау палуандар. Өзі сол жаққа жасайды екен. Бір не сияқты бір бульдозер сияқты бұқалар сияқты итеріп. А мен ол салмақ жетті, бірақ мен оны алдап кеттім. Қосымша уақытта овертаймда ұтып алдым. 2-2 болды ма, 3-2 болып ұтып кеттім мен. Сол кезде босаған міне, сол босап қалдым. Отырып қалдым да қуанып соншама сол қазіргі заманда енді ұттың ба, ұмыту керек, бітті. Келесі айналымға дайындалу керек. Болды. Ананы ұмыту керек. Міндетті түрде ұмыту керек. Сол кезде қайдан білеймін, мен бір чемпион болғанда, анаммен финалда кездескенде басқаша болушы еді, финалда. Сол кезде босайсың. Бірақ бірінші айналымнан кейін босадым. Бір сондай жер қойған болды сол Азия біріншілігі. Әлем чемпионаты анау. Бірінші Арават Саваип, ол Қазақстанның несі тумасы, Жезқазғаннан шыққан әлем чемпионы. Ол Атлантада 100 килограмм салмақ бойынша қола медальға ие болды. Сонымен кездестім, оған 3-2 есебімен ұтылдым. Сол әлем чемпионатына барлық мүмкіндігім бар еді финалға шығуға. Бірақ 4-ші орын алып қалдым. Біз ол кезде дайындықты көрсеңіз, спарринг жоқ негізі. Мен салмағымда бір тек қана өзі Ресейден келген Климов Игорь дейтін болды, атақты палуан, 90 жылы Спартакиада народностарының жеңімпазы. Сонымен дайындаламыз. Басқа төмен жақта мысалы ондай спарринг жоқ болмады. Бірақ ол кезде өз жігерлігімен, сол қайратты мінезіменен мысалы жаттығу барысында мысалы Ыстықкөлде болдық, неде болдық, өзіме сондай мақсат қойдым. Міндетті түрде ертең өкінбейтіндей жүгіру керек, соңына кейін барлығын беру керек. Сондай күйге дейін болдым. Мысалы жүгіріп келеміз ба, мұрнынан қан ағады сол кезде. Сол кезде Аманжол ағамыз айтады. Басқа балаларға айтады. Әне, көрдіңдер ме? Ислам барын беріп істейді. Мұрнынан қан келді дейді. Сендер неғып жүрсіңдер? Енді сондай бір нелер айтады да, жаттықтырушылар сондай ғой. Сол кезде айтамын, мұрын соншама нем бар еді, сонша қиналып мұрнынан қан келетіндей. Сондай болды. Бүйірің ұстап қалады, қисайып қаласың. Сондай сөйтіп беріп жұмыс жасадым, олимпиадада сондай жасадым. Спарринг партнер жаңа жоқ деп жатсыз, ондай көбінесе қазір айтып жатыр, Дағыстанға барып жаттығады. Ол кезде бізде жоқ еді, ондай дәстүр жоқ еді бару. Сол кезде біз қоймай, Аманжол аға айтып, аға неге Ресейге барайық, сол құрамаға кішкене жаттығу жасайық деп бірінші бастаған мен шырылдап, аға барайық деп. Ол да енді біліп отыр ғой. Ол бірден қабылдады ол кісі. Бару керек деді. Сол кезде шыға бастады. Бірақ ол кезде құрамаға шыға бастаған кезде 98-90 жыл мен отау мәжбүр болдым жасауға, бара алмадым. Сол кезде жіберіп қойған бір қателігім, ойлаймын, сол кезде барып Мұртазалиевті бір ұстасып көргенде мен негізі сол күрескен кезде әрбір палуан мысалы бірінші рет кездестім ба, ұтылдым ба, қателік жіберген, екінші ол мен қателік жібермейтін шын айтса. Сондықтан сонымен әттеген-ай бір жаттығу барысында бір ұстасып қалғанда Мұртазалиевке қазір келеміз, сол сіздің айтып отырмыз ғой, спорт. Сол кезде жіберіп алдым 2000 жылға. Мұртазалиевке келеміз әлі. Спорттық мансабыңыздағы ең жарқын бет енді Сидней олимпиадасы ғой. Сол күміс медаль алдыңыз, бұл енді сіздің үлкен шыңыңыз ғой енді. Сол жаңа Сидней олимпиадасы, сол финалға дейінгі айқастарды айтсаңыз. Мен сізге айтайын, ол финалға дейінгі ол кіммен түсті? Дуглас, Мелвин Дуглас бағана мен айтып кеткен Америка құрамашысы. Ол жерде тең-бетен болды, 1-1 болды.
соңына Дуглас кіріп тұрып ұпай алып тұрып жерде сол сүрініп құлап қалып сол бейнесін қарасаңыз көріңіз, Мұртазалиев әрең алып кетті сол кезде. Мүмкін Дуглас шығып кеткенде басқаша болар ма еді. Дугласты жақсы білемін ғой, жақсы қанша 3-4 рет кездестім, оны жақсы білемін, әдістерін бәрін білемін. Сол кезде бірақ Мұртазалиевпен бірде-бір не оқу жаттығу жасаған жоқпыз, ешқандай кездескен жоқпыз. Ол жерде маған ең қиыны болған бірінші кездесім Дауыт Магомедовпен. Ол әлем чемпионатының күміс жүлдегері, Әзербайжан атынан, бірақ өзі Дағыстан. Сол Мұртазалиевтермен бәрімен Құрманбетовтермен бір залда бір неде жаттығу жасайтын адам. Бірде тіпті аналарда ұтып алатын екен. Сол Магомедов Мұртазалиевтерді ұтып алады екен. Жаттығу барысында күрескен кезде ұтып алады екен. Ол енді осы мен басын айттық қой, ТМД елдің чемпионаты, соңғы чемпионатында сол кезде Дауыт маған айтып кеттім ғой, күміс медаль алғанымды. Ол 70-ші жылғы жігіт. Өкінішке орай қазір марқұм болып кетті ол кісі. Оның алдына мен осы бағана айтып кеттім ғой, атақты 3 олимпиада чемпионы Медведевтің атынан несі халықаралық жарыста финалда кездескен болатынбыз. Оның да 2-1 есебімен мен есе жіберіп қойдым оған. Бірақ олимпиададан немді қайтарып алдым. Сол және Гармулевич қатты қиын болды. Гармулевичпен енді ол шешуші сәт болды өмірімде, карьерамда, неге десеңіз. Сол олимпиаданың арқасында енді сол кездесуін ұтып шыққанымен, сол енді сол кезде енді Гармулевич мен 1,5 жыл жіберіп қойдым, Гармулевич фаворит болып кетті тіпті. Оның алдында ол Куртанизаларды ұтып келді, ана біздің нағыз фаворит. Иә, оны ұтып алды, ол 2 рет ұтып алды, 2 рет қатарынан ұтып алды. Ол кезде нағыз пісіп тұрған кезі Куртанизаның сол кезде болатын. Сол кезде оны Гармулевич ұтып алады 2 рет қатарынан. Әлем чемпионаты ұтады, тағы бір жерде ұтады. Неде ұтты? Бана мен айтып жүрген 98 жылы менен чирек финалға кейін Куртанизамен жартылай финалда кездесті әлем чемпионатында. Сол жерде ұтты. Одан кейін 99 жылы ұтты Куртанизаны Гармулевич. Гармулевич сол жерге фавориттердің біреуі болып кетті. Сол енді барынша ол жерде сізге айтайын, бір 5-6 адам ең құрмағына финалға шығатын мүмкіндігі бар еді ол жерде. Бірақ кімге бұйырады, енді бір Алла біледі. Сөйтсе ол енді күрестің несі ғой, енді күрес болсын, спорт болсын, бірден енді кімге бұйырады. Мысалы бір цикл 4 жыл, мысалы қатарынан 3 чемпионат мейрам, әлем чемпионатына ұтқандар бар. Бірақ олимпиада келеді, жүлдесіз қалып кететіндер бар, жанып кететіндер. Біз оны кәдімгі көріп отырдым мен. Талай адамды көрдім, мысалы таңғы асқа келеміз, тамақ іше алмайды, ас іше алмайды. Іше алмаймын, неге іше алмаймын? Құсым келеді дейді. Ал мен болсам, ондай не проблема болмайтын үшін айтсам. Жақсылап тұрып немді асым ішіп аламын таңғы ас. Ең қиын мысалы көптеген палуандар байқадым, талай рет жарысқа бардық қой, қарап тұрасың ғой, мысалы таңғы асын іше алмайды. Қобалжу. Сондай нелер болады. Шайын ішеді, кішкене не шұқиды қоя салады. Бірақ мен міндетті түрде оны білем, жақсылап тұрып, өйткені қуат береді ғой жағынан, энергия. Сондықтан сондайлар болды. Олимпиада талай адам жанып кетті, талай адам күресе алмай қалды. Ол да. Бірақ жартылай финалдың алдында Гармулевичпен мен оның алдында біздің неде жатақханамызда ұйықтап алдым, жолда келеді 1 сағат ұйықтадым. Келдім да бағдарлама бойынша қарасам, соңғы неде шығады екенбіз кешке. Алдым да не істеймін? Жарысты көре берген пайда жоқ, жүйкем тозады. Міндетті түрде анаған жанкүйер боласың, мынаған жанкүйер боласың, анау айқай шу. Алдым да бір не қазақша жақсы сөзі бір өліп бір қалсын дедім да. Киімді ауыстырдым да, тура кілемнің арнасына жаттығу жасайтын соны бір анау не әдіс жасайтын чучело дейді, соны чучелоны басыма қойдым да. Сонша бір керемет ұйықтап қалыппын сол кезде. Сол кезде Дәулет ағамыз айтады екен, анау біздің Магомед Күліп, анау бар оят анау қазір. Тұра алмайды, ұйықтап қалады анау. Тұрғыз ананы деп. Сөйтсем қасымда оялып енді оянып келе жатқан, сөйтсем қасымда жүр екен, қарап жүр екен мені. Өзім тұр деп тұрдым, барып кішкене бет қолым жуып, кішкене ес жинап, сөйтсем былай өзімді тыңдасам өте жақсы күйде тұрмын екен. Едім де, енді жүйкем тозбаған, өте жақсы болып тұрмын. Ай керемет болды. Дәретімді алып, сөйтіп дайындала бастадық, тактиканы құрадық. Қалай күресу керек? Тактикамыз қалай болды? Ол кезде фишка лақтырушы еді ғой. Бірінші 3 минуттан кейін нені егер есеп 0-0 болса, бірінші кезеңнен кейін фишкасын лақтырасың, ол кезде клинчтар біз стойкадан аламыз, клинчтар. Иә, белдесу. Ары ойладық, бері ойладық, соңғы жылымызды ойладым, ұтылып қалғанымды. Сосын ана кішкене несі да, салмағы да, күші да артып тұрған, салмағы бір 105-107-тен түсіріп келеді ана салмақты Гармулевич. Мен салмағым 97-98 аспайды. Ананың кішкене несі бар, артықшылығы. Содан кейін ары ойладық, бері ойладық, тактиканы соны бірінші кезеңде алсам алдым, алмасам ұпай бермек 0-0 жасау керек. Содан кейін
өйткені мен неде клинчта жоғары жақта ұстағанда ондай енді әдістерім бар. Іштен шаламын, кеудеден асырып лақтырамын, сондай әдістерім бар. Өйткені ана бірінші кездесуде Магомед солай өттім. Бірінші кезең 0-0 аяқталды. Одан кейін клинч маған түсті. Клинчті алдым, сол ұстаған бетте кеудеден асырып лақтырамын деді, бүйтіп сөйтсем кетіп бара жатыр екен. Бұл енді кішкене несі үлкендеу менің антропология жағынан бойы да несі де. Сөйтсем басып барады, басып сөйтіп айланып кетіп өзім қалай жасағанымды білемін, жамбасқа солға қарай бұрылдым да жамбасқа кетіп кетті. Үшіп қарасам, төреш үшпай маған солай аяқталды. Гармулевичпен соған түстім. Оның алдында іріктеу жарысында Дуглас бар ғой, Мелвин Дуглас бағана атап кеткен әлем чемпионы. Онда осы клинчтан ұтқан болатын. Мексикада жарыста кездестік. Оны бірақ енді оған қайтап айттым, қызық нелер бар оны. Онда сол клинчтан ұтқан болатын. 3 ұпайға асырып лақтырдым кеудеден. Сол 1 ұпайын берді, біз қауіпті неден жағдай ұстаған тағы ұпай қосып берді. Сол 4-1 есеппен ұтып алдым Дугласты сол кезде. Олимпиадада 2 ай қалған кезде Мексикада. Мына Гармулевич тура сондай тактика қойдық. Сол жерден бірақ іске асты ол. 0-0 есебімен бітті. Клинчке түсті. Клинчті басынан тарттым да, іштен шалуға тартып едім. Бір кезде бейнеден қарасаңыз, екеуміз бірдей түстік, бірақ төреш оған ұпай берді. Бірінші ұпай соған берді. Содан кейін бас төреш алды да шақыртты да қайтадан бейнені қайтадан көрсетті. Сөйтсе, егер мен оны тарттым да, іштен жақсылап тұрып шалдым, шеңберің несінде. Сөйтсе егер несін жібермесе, 3 ұпайға кетеді екен. Сол жерде көрініп тұр. Бірақ жіберді да мен үстіме шығып кетті. Екеуміз бірдей құладық, бірақ оған ұпай берді. Төреші қайтадан қарастырып, маған 1 ұпайын берді. Ал енді алып көр одан. Мен 1 ұпайымнан 1-0 есебімен алдына келе жатырмын. Сол күні партерге қойды. Партерге енді шын айтса бар ғой, бір Аллахтан Аллахқа енді жалбарынып тілейсің ғой, дұға жасайтын, тілек жасайсың. Сол кезде бір сондай сәт партерде болды. Маған ескерту берді. Сол кезде білемін, партерден қай жаққа тартатын мықтылығын білемін. Дайынмын ғой соңғы. Соның өзінде де алып кетті де, күшті алып кетті. Сол кезде бар ғой, мынау саусақтың ұшымен қалып тұрмын ғой сол кезде. Әлі бар, сол бір сүйрет бар. Өзім білемін да, өзім бүкіл менің тағдырым деп айтсам да болады. Бүкіл осы одан кейін карьерам, нелім, бүкіл осы соншама жасаған еңбегім, төккен терім, мынау саусақтың ұшында қалыпты ғой сол кезде. Барлығы осы соншама саусақтарым қадалғанын бүкіл ненім сезіп отырдым, күшімді. Сол бермедім. Осы саусақтардың арқасында қадалып қалдым да. Кетіп барады, бүкіл денем жамбасым алып кеткен бәрін бұрап. Мына мен қалып қалдым, мынаны қадалып. Сөйтіп аман қалдым. Содан кейін енді қосымша овертаймда алып кетті. Овертаймда 1 жыл бойы дайындаған әдісім соға іске асты. Басынан да анткенде нелерді де айттым. Басынан бүкіл дайындаған комбинациялар келіп тұр, бірақ басында жасасам, қатты үркітіп алмаймын дегенім ғой. Басына беріп қойсаң, кім біледі не болатынын. Соңында нені ұстап отырып, келіп отыр. Овертайм басылып тартқым топ ете қалды. 1 ұпайға құлайтын адам 2 ұпайға бірақ түсті. Сонымен овертайм аяқталды. Қуандық, бүйттік, сөйттік. Сол біздің қателігіміз сол кезде. Енді ол былайша көрінбейді ғой. Енді бәріміз қуанышымызда шек жоқ. Аман жолағанымыз, біреумен сөйлесіп жатыр, біреуді құшақтап сүйіп жатыр. Жүлде қалтада енді бәрі, жүлде қалтада енді арқаңнан бәрі қағады. Болды енді. Күміс қолда, алтын жолда ертең көресің. Ешкім тартып ала алмайды, көресің, сөйтіп жүрдік. Содан кейін автобусқа отырдық. Кейін қарай тағы 1 сағат жүру керек. Біреулер звондап жатыр, сөйтіп жатыр. Сөйтсе, содан кейін сөйтсе кім отыр екен? Болат Жұмадилов отыр, тренермен. Феликс. Цой. Марқұм болып кетті болды. Содан кейін сол кісі айтады да маған, мен сендер сөйтем, олар да финалға шығып отыр екен, бірақ тып-тыныш, Болат Жұмадилов тып-тыныш бұрышта отыр. Біздікілер шулап, Алматыға звондап, Қазақстанға звондап, ана жақтан звондап, қуанышта шек жоқ. Сөйтсе олар айтады, сендер финал болмай жатып, бәрін құттықтап жатсыңдар дейді да, сол айтады маған содан кейін. Мен таңғалдым дейді сендерден. Мынау финал ұтып тұр ма, не болды мыналарға соншама қуанып. Енді тарихта болмаған нәрсе ғой Қазақстан күресінде. Былайша алып қарасаң. Ол да бір қателігіміз болды. Содан қатты қуанып қойдық біз. Сол күні келе сап, ол жерде тойладық. Біраз тойлағанда енді отырып, бәрі қуаныш, нелерін айтып, алғыстарын айтып, бәрі бүкіл нелер делегацияның кісілерге құттықтап. Сөйтіп жүріп, келесі күні кешке қайтадан, сол күні финал болса, мүмкін басқаша болар еді. Келесі күнге дайындалып жүріп, басқаша болып кетті. Ол кезде адам деген психология тұрғыда да ол жерде кішкене қателігіміз шықты.
Финалда қарсыласыңыз Ресей құрама командасының Ресей құрамасы мүшесі, дағыстандық балуан, ұлтабар Сағит Мұртазалиев. енді мықты балуан, енді сөз жоқ, әлем чемпионы. Бірақ оның ол жартылай финал Куртанидземен күресті, біз Гармулевичпен шықтық, жеребе бойынша солай болды. Айтып отырмын ғой, неге шыққан кезде психология тұрғыда талай адамнан оны байқаймын, өзімде сондай болды. Ішкі дүниең босап қалғансың. Бір ниет жоқ та әдіс шықпайды. Бірақ бәрін жасадым, тура солай жатырмын, ұйықтағанымда, демалғанымда бәрі солай болды. Әдіс дайындағанымызда солай болды. Әттегене бірінші кезең аяқталған қанша, бір 20-25 секунд қалған кезде аударып жіберді. Оның да бермей қойдым да. 0-0. Ол жерде сондай тактика болды. Сол жерден ұстап, клинчтен ұстап, асырып лақтырып бірдеме жасау керек болды. Бірақ оған дейін жеткізе алмадым. Мен бұйырмады сондай. Солай болды. Енді ол оған Алла тағала соған бұйырып тұр ғой енді. Өмірде солай әлем чемпионы болды, олимпиада чемпионы болды. Сондықтан біз күміс медальмен оралдық. Сөйтсем, сол кезде мені жұбатып қояды кісілер. Ей, ер азаматқа алтын жарамайды, күміс жақсы дейді. Сол кезде алдың кісілер енді сөзге шебер ғой, айтады. Содан кейін келесі олимпиада бар, күміс қолда, алтын жолда демекші деп сөйтіп. Енді сондай бір керемет кезеңдер болды. Ал сол олимпиадан кейін қанша, 23 жыл өтті. Одан кейін мен тағы бір неде сұхбаттарымда айтқан бір кісілер, ол кезде есіңізде болса, сол Сидней олимпиадан кейін сол жерде жүлделі чемпион болғандарын билбордтар іліп тастап қойған жоқ па еді қалада. Соны қуанып мен бір кісі айтып көрсетіп жатсам, ей, мынау не дейді да маған. Ары кетсе бір 2 жылдан кейін сендерді ұмытады, бұл не деген нәрсе дейді да. Мен түсінбеймін, сөйтсем міне 23 жыл өтті. Одан артып келмесе, оның ешқандай несі жоқ. Күннен күн сайын адам халықтың несі құрметі, оны күшеймесе азаймайды. Мысалы, танымал болдық, барлық жерге құрметпен күтеді, мысалы. Өте керемет нәрсе. Ол негізі ұмытылмайтын нәрсе екен тарихта. Негізі соның қазір барлық жерге басақ та, мысалы, сол Сидней олимпиаданың жетістігін бәрі ерекше атап өтеді да, сол кездегі. Өзіңізде талай қасында болды, сіз қасымызда жүрдіңіз, сол кезде интервью алып бізбен бәріміз. Сондықтан мен де қараймын сол кезде, ерекше қараймын да, баш. Басқа қырынан қарайсың сол кезде. Енді боксшыларымыз болса 4 жүлде алып келді. Желаяқ финал. Иә, финалға шықты. Ол тарихта болған нәрсе. Одан кейін Ольга Шишигина желаяғымыз. Ол өзі қанша? 13 күн ешқандай не жоқ. Нәтиже жоқ. Бүкіл фавориттарымыз кетіп жатыр. Мынау медаль алады деген адам жоспарланғаннан бәрі кетіп жатыр. Бірінші болып Винокур күміс алды, одан кейін Ольга Шишигина алды. Иә, одан кейін боксшыларым шықты, одан кейін мен финалға шықтым. Сондай бір боксшылармен бірге не тұрдық. Екі көршілес не болып тұрдық. Бірімізге барып шай ішіп, енді сондай бір жақсы кезеңдер тұрдық. Біз енді Сиднейге баратқанымызда өте бір қызық болды. Ұшып баратқанымызда сөйтсем, біз анау неміз багажымыз басқа жерге кетіп қалыпты. Келсек, енді жаттығу жасау керек қой. Киімдеріміз жоқ, түгі жоқ, жүрміз. Содан кейін барып енді бұл нәрсемен шығамыз да айтыр. Алысып жұлысып келеміз. Содан кейін келді айтыр, нелеріміз келді. Киімдеріміз келді, соларды жинап реттеп. Бірақ біз ол кезде де бір қате жіберіп қойғанымыз. Мынау деген, мен мысалы Токио олимпиадасына тікелей эфир жүргізіп жатқанда, біздің балалардың мысалы аяқ қолы алысынан демалғаннан күдіктендім, мыналарға не болды деп. Денелері ісіп кеткен, демалса ауыздар жабылмайды, мысалы ақбөкен тұрып қалса, ауызбен демалса бітті ғой. Табиғат сондай. Бір кезде тікелей эфирде мен сырттай сұраймын да, мыналар қашан кетіп еді жарысқа. Сол не болды, күдіктендім. Сөйтсем, шілденің 27-сінде кетті. Сөйтсе санап қарасақ, бүгін 4 тамыз 7 күн болған екен. Нағыз акклиматизацияның нағыз несіне келіп түскен екен. 7-8 күн зерттелген, ғылыми түрде зерттелген нәрсе соған келіп түскен ғой. Оған қоса тау жерден 1600-ден барғанда қанша? 32-33. Тау биіктігінен төмен. Бір апта бұрын 7 күн келгенде Токио олимпиадасына айтып отырсыз. Иә, Токио. Сол біздің құрама команда дайындықтар. Мысалы, неде Айбада дайындалған 1600-де. Келгенде мынау 1600-да тұр таулы жер. Мына жақта 32-34 Токио тұр екен. Ол енді одан басқа қастандық жасауын Қазақстан еркін күресінде мен білмеймін енді. Қандай қастандық жасау керек екен. Соны көріп отырып айтамын да, сол болмайды екен деп. Ғылыми түрде зерттеу. Өйткені тарихты алып қарайтын болсақ, мысалы, КСРО кезінде, мысалы, Сеулде олимпиада болды 1980 жылы. Сол кезде олар бірінші баратта Благовещенск пен Владивостокта сол жақта барып, жаттығу жасап, соның уақытысына, несіне, ауасына бейімделеді. Содан кейін барып неге Сеулге барады екен.
Ресей құрама командасы олар да сөйткен. Мысалы Токионы Владивостокқа орайды, палуандар әр 2 күн қалған сайын ұшады екен. Салмағы келген адамдар мысалы. Топ болып жеріп отырады екен. Көрдіңіз бе? Ол ғылыми түрде, спорт деген ғылыми түрде қарау керек спортқа қазіргі заманда. 21-ші ғасыр. Сол қателіктер. Біз де оны қалай істедік? Оны акклиматизациясы бар, сосын реакклиматизациясы бар, керісінше болатын бар екен. Біз 15 күнге барған екенбіз. Жартылай санап қарасаңыз, қайтадан 7-8 күнге түседі екенбіз. Одан аман есен шығамыз. Қайтадан айналып келгенде 15-ші 16 күнге қайтадан түседі екенбіз. Біз соған түстік. Бірінші барған кезде сондай бір нелер болды. Біз сол қателік болды. Мысалы 15 күн жаттық, адам шаршайды негізі сол жерде. Сол жерге бір 2-3 күн қалған кезде келу керек екен қазіргі заманда. Олимпиада ойындар мысалы. Мәселе қыдыруда емес қой, мәселе ананың бәрін көруде емес. Басында жарайды, Атлантаға бардық, көрдік, бәрін көрдік, зерттедік. Бірақ бізде қателік болғанда Сиднейге алдын ала барып қойғанымыз қателік болды. Мысалы, көбісі ана басқа біздің мысалы фаворит болып тұрған мысалы балаларымыз да ұтылып қалды. Оның бәрі мысалы күрес, әрбір спорттың қыр-сыры бар, оның бәрін міндетті түрде бәрін қарастыру керек. Майда, шүйде оны жоқ, бәрін қарастыру керек. Бірдей түрде. Солда әсерін өйткені соңына дейін біздің күрес не бағдарлама бойынша ең соңында оқып қойған бізді күресті. Оны күтіп шаршайсың бір жағынан. Ресей құрама командасы 2 күн қалғанда келіп отырды олар. Грек-Римнен бастап. 2 күннен Владивостоктан ұшып келіп отырды Сиднейге де. Өйткені уақытысы несі ауа райы бәрі келеді екен бір-біріне. Көрдіңіздер ме? Бізде әлі ондай жоқ. Әлі оған жеткен жоқ. Біз айтады, біздің чемпиондар қайда дейміз. Біз әуелі мынау дайындықты көріп алайық та бірінші. Мысалы оған жауапты мысалы ұлттық олимпиада комитеті бар. Спорт министрлігі бар. Олар не бітіріп жүр? Соны неге ойластырмайды ғылыми түрде? Міне, біздің боксшыларымызда медальсыз қалғандар сол. Оларды қанша уақыт алға кетіп қалды, олар Токиоға мысалы ұшып кетті. Онда зерттеу керек қой. Бірден алып барады да құя салады, сол жерде жүреді оны. Не істеп жатқан, не жеп жатқан ана сол жерде тағамында көзіңді қараң деген мейді ғой. Шаршап кетесің, бір 4-5 күннен кейін шаршайсың, жей алмайсың ана тамақтан. Ал керек болса. Ғылыми түрде көп. Әрине, оны мысалы өзі жауапкершілік атқаратын мысалы спорт нелері қайда олар? Неге ойластырмайды алдынан ал? Өйткені мен сізге айтайын, проблема, біздің спорттың проблемасы неде? Ең соңынан сол қарайды. Мен мысалы мәслихат депутат болдым ғой. Спорттың бюджетін ең соңында қарайды. Бәрін артылып қалған нелерін сондар спортқа береді. Спортта да сол. Мысалы, енді аттарын айтпай қойын, анау жерде бір әкімдік жұмыс атқарған адам алып келеді, оны спортқа алып келіп қойып қояды. Мына жақтан тағы бірдемен жарайды, бүлдірген деп айтпаймын. Жұмыс атқарған адам алып келеді да спортқа қойып қояды. Ол келеді да меніңше былайша айтқанда орынша уақыт оған. Мен ол мәселені қойғам, мысалы, олимпиададан кейін осы мәселені қойғам. Қызмет күтіп отырады осы жерде. Иә. Міне спортқа деген көзқарас осыны доғару керек. Спортты ерекше әрине спорт министрлігі болу керек міндетті түрде бізде. Спорт министрлігі. Мысалы, мәдени мен бізде қосып қояды, бірақ спорт министрлігі ерекше болу керек. Министрлігі. Өйткені мынандай мәселелер спорттан хабар болған адам, спорттың қыр-сырын білетін, спортта пісіп өскен адамдар, солар мысалы оларды міндетті түрде дайындау керек. Бір адам мысалы Англияға жібересіңдер ме, Европаға жібересіңдер ме, сол жақсылап тұрып оқытып, зерттетіп, бәрін әкеп бір-бірінің артынан мысалы ары қарай үзілмейтіндей сондай адамдар біз сол міндетті түрде не жасау керек.